Мен Наушабек Жомарт Абайұлы, Жол Скул Медеу мектебінің директоры. Біз сіздермен бүгін келесі оқу жылында болатын маңызды әрі жақсы жаңалықтармен бөліскіміз келіп тұр. Былтыр өздеріңіз білетіндей біздің мектепте бастауыш сыныптары толық күндік, ал 7-ші және 11-ші сыныптардың арасында жарты күндік оқу жүйесі болды. Бірақ алдағы оқу жылынан бастап біздің мектепте 7-ші және 11-ші сыныптар бастауыштармен қоса барлығы толық күндік оқу жүйесіне ауысады. Толықтай оқу жүйесінің тиімділігі ол мектепте сабақтарын оқиды, үй тапсырмаларын орындайды, үйірмелеріне де қатысып үлгеретін болады. Сіздердің уақыттарыңызды үнемдеп, балаларыңыздың қауіпсіздігі мен дамуын өз мойныңызға аламыз. Енді оқу бағдарламасы бойынша әр буынға жеке тоқталып өтейік. 1-ші және 6-шы сыныптарда біз халықаралық Пирсон бағдарламасын, яғни британдық оқу жүйесін енгізіп жатырмыз. Ол бағдарлама бойынша сіздердің балаларыңыз ағылшын тілі, сайенс және компьютинг сабақтарын толығымен ағылшын тілінде және арнайы кітаптармен оқитын болады. Келесі 5-ші және 6-шы сынып оқушыларымызды ниш және бил мектептеріне дайындаймыз. Ол үшін біз математика және ағылшын тілі пәндерін тереңдетіп оқытамыз. Әр 2 апта сайын баланың динамикасын, яғни өсуін бақылап отырамыз. Және сол бойынша сынақ тесттерін алып отыратын боламыз. Осы жылдың өзінде біздің мектепте дайындық жүрді және бил мектептеріне түскен грант ұтып алған оқушыларымыз бар. 7-ші және 9-шы сынып оқушылары үшін біздің мектепте негізгі фокус ағылшын тілі және математикаға қойылған. Ағылшын тілі бойынша біздің мектепте деңгеймен оқыту жүйесі қалыптасқан. Яғни сіздің балаңыз өзінің сыныптастарымен емес, ағылшын тілі пәні кезінде өзінің деңгейлестерімен отыратын болады. Осы жылдың нәтижесін 7-9-шы сыныптар үшін айтатын болсам, жылдың басында біздің мектепте Б1 деңгейін көрсеткен тек қана 3 қана оқушы болса, ал жылдың соңында оқушылардың саны 48-ге жетті. 10-шы және 11-ші сыныптар үшін бұл кезеңде біздің мектепте оқушыларымыз ОБТ тестін тапсыру және шетел университеттеріне түсу үшін дайындықтарын барынша күшейтетін болады. Яғни оқушыларымыз өздерінің таңдаған бейіндік пәндері бойынша дайындықтарын күшейтіп, тереңдетіп оқитын болады. Ал шетел университеттеріне түсу үшін оқушыларымыз халықаралық SAT тестін тапсырып, және IELTS үшін дайындық жүргізеді. Осы жылғы 11-ші сыныптардың нәтижесіне тоқталатын болсақ, осы жылы біздің мектебімізден 95 түлек бітіріп шықты, және оның 19 оқушысы халықаралық IELTS сертификатын иеленді, ал 8 оқушымыз шетел университеттерінен шақырту алды. Және де ең қызықтысы, біз оқушыларымыздың тұлғалық және көшбасшылық қабілеттерін дамыту үшін даму клубтарын ашамыз. Даму клубтарының ішінде дебат, волонтерлік қозғалыс, медиа, өнер және волейбол сынды әртүрлі клубтар болады. Әрине біз тек қана біліммен ғана шектелмейміз. Біздің мектебімізде 1-ші және 9-шы сынып оқушыларының жан-жақты дамуы үшін мектебімізде таеквондо, шахмат, би, робототехника, логика және спикинг үйірмелері жұмыс жасайды. Сіз балаңыздың әрбір басқан қадамын бізбен бірге бақылап, оның өсуіне куә бола аласыз. Біздің мектебімізде 1-ші және 11-ші сыныптар үшін жаңа оқу жылына қабылдау ашық. Біз сіздерді күтеміз.